Сәлем достарым, бүгін біз зообаққа келдік. Бізбен бірге жануарларды көресіңдер ме? Бірінші біз жирафтан бастайық. Жираф ең биік жануар, биіктігі 5,5 метрге дейін жетеді. Алдыңғы аяқтары артқы аяқтарынан ұзын және мықты. Жүрегі қарбыздай үлкен. Тілі өте ұзын, тілін құлағына дейін жеткізіп, құлағын тазалайды. Жираф ағаш жапырақтарын жейді. Жирафтар жай жүрсе де аттардан да тез шаба алады, бірақ ұзаққа шаба алмайды. Олар 1,5 метр биіктікке секіре алады. Жирафтар тұрып та жатып та ұйықтай алады. Күніне 2-3 сағат қана ұйықтайды. Жирафтардың жаулары жыртқыш аңдар, әсіресе арыстан. Ал жирафтардың қасында кім жүр? Кім таниды? Дұрыс, зебра. Зебра тез жүгіретін жануар. Терісі ақ қара түсті және әрқайсысында сызық үлгілері басқаша. Көзі өте жақсы көреді және есте жақсы сақтайды. Сол үшін зебралар бір-бірін терідегі сызықтар үлгісімен оңай таниды. Құлағы жақсы естиді, дауысы қатты және құстың даусына ұқсайды. Зебралар тұрып ұйықтайды. Леопард бұзауды ірі мысық, ешкімнен қорқпайды. Биікке де, алысқа да оңай секіреді. Жәндіктер, құстар, ұсақ жануарлармен қоректенеді. Аңдарды түнде аулайды. Аң патшасы арыстан. Ол жыртқыш аңдардың ең мықтысы деп саналады. Арыстанның көзі өте жақсы көреді. Адамнан 4 есе анық көреді. Арыстандардың тырнақтары ұзын, өте өткір, әрі мықты жаратылған. Арыстан ұсақ жануарларды да, ірі жануарларды да аулайды. Ұрғашы арыстандар көбіне аң аулаумен айналысса, еркектері көбіне шекараны күзетеді. Арыстанның дауысы өте қатты. Арыстан савананы мекендейді, бірақ кейде бұталы ағашты аймаққа немесе орманға да өтуі мүмкін. Табиғатта арыстан 10-14 жыл арасында өмір сүреді. Қолда өсе 20 жылдан астам өмір сүруі мүмкін. Жолбарыс мысық тұқымдасының ішіндегі ең ірісі. Қараңғыда жолбарыстар адамдардан 6 есе жақсы көреді. Арыстанға қарағанда жолбарысқа 2 есе көп тамақ қажет. Олар жылына 3 тоннаға дейін ет жейді. Жолбарыстар бір-бірін даусынан таниды. Дауыстары қатты, бір-бірін алыстан естиді. Піл ең ірі және ең күшті жануарлардың бірі. Оның салмағы 6-7 тоннаға дейін жетеді. Піл сонда күшті болса да, өте момын, бейбіт, ешкімге зияны жоқ және өте ақылды. Пілдердің еске сақтау қабілеті жоғары. Пілдер 70-80 жылға дейін өмір сүреді. Піл тұмсығымен иіс те сезіп, тұмсығымен шөп, жеміс-жидек, көкөністер жеуге және су ішуге көмектеседі. Олар Африка мен Азияның қалың ормандарында және ашық өлкелерінде тіршілік етеді. Адамдар секілді көздері алыс көре алмайды, бірақ иіс сезу және есту қабілеті өте жақсы дамыған. Пілдер дала суық болғанды жақсы көреді. Күннің ең ыстық уақытында көлеңкеде өткізіп, денесін салқындату үшін құлақтарын қағады. Күніне 2 сағат қана ұйықтайды, көбінесе тұрып ұйықтайды. 3-4 күнде 1 рет қана жерге жатады. Ал жатса, тек қана 1 сағат жатады. Піл арыстаннан және аралардан қорқады. Аралар шағып алған жаралар пілдерді қатты мазалайды. Ал арыстандар жалғыз емес, бірнеше арыстан бірге жиналып, пілге жабылады. Тасбақалардың сүйікті тамағы 40 қабат, бірақ олар 2 ай тамақтанбай жүре алады. Ал ұзақ ұйқыға кеткенде тіпті 3,5 ай сусыз, тамақсыз ұйықтайды. Бірақ ұзақ тамақтанбаса, денсаулықтарына зиян. Ол өте баяу жануар.
Тасбақалардың есту, иіс сезу және көру қабілеті өте дамыған. Тасбақаға жай сөйлесең, ол мойнын созып тыңдайды. Қатты сөйлейтін болсаң, басын сауыттың ішіне тығады. Ақаю мұзды суда жүзе алады. Олар ит секілді жүзеді. Осы кішкентай аюға 7 ай болды. Ол 1 жасқа әлі толмады. Олар мысықтай немесе күшіктей кішкентай жарты килограмм ғана болып туылады. Ақаю баласын дүниеге алып келетін кезде 1 айға дейін еш нәрсе жемей шыдай алады. Мұндай кезде аюларға тері астындағы май қабаты балаға сүт беріп, ішкі жылуын өзінде сақтауға көмектеседі. Мүйіз тұмсықтардың мұрнында мүйіздері бар. Сол үшін оларды мүйіз тұмсық деп атап қойды. Олар тек қана жақыннан көреді. Демек, егер олар саған өте жақын болмаса, олар сені көре алмайды. Ал иіс сезу қабілеті жоғары. Олар бір-бірін иісімен анықтайды. Өйткені әр мүйістектің иісі ерекше. Олар өте тез жүгіреді де жаттыға алады, бірақ секіре алмайды. Терісі қалың болса да сезімтал. Мүйіз тұмсықтар өрттен қорқпайтын жалғыз жануар. Фламинголар бір аяғында ұйықтайды. Олар аяқтарын кезектеп бірінен соң бірін жылытуға тырысады. Фламинго өсімдіктерді де етті де жейді, әсіресе шаяндарды ұнатады. Олар ұша алады да жүзе алады, бірақ тереңге баруға қорқады. Қызғылт фламинго Қазақстанда да бар, Ақтау және Астана қалаларының қасында. Мүйізді қарға. Олар үнемі жерден әртүрлі заттарды іздеп жүреді. Ал бірдеңе тапса, бірден жүгіріп, екіншісіне көрсетіп бөліседі. Мүйізді қарға нағыз жыртқыш. Олар шегірткелерді, қоңыздарды, шаяндарды, тышқандарды, бақаларды, улы жыландарды да, тасбақаларды, жас қояндарды жейді. Мүйізді қарғалар үлкен аңдарды жалғыз емес, 2-11 құс бірге жиналып аулайды. Және олар жемістер мен тұқымдарды да жейді. Қызыл ибис жәндіктерді, шаяндарды және балықтарды жейді. Құрттар мен шаяндарды іздеп, жұмсақ балшықты қопарып жүреді. Өте қызықты көрініс. Битін тазалап жатыр. Массаж. Қара, массаж. Ақ қасқыр. Анаконда. Қорықпа. Маймыл алма жептір. Буйвол, қазақша енеке. Бұқалар мен сиырларға ұқсайды. Табиғат жағдайда олар тек Африкада, Азияда, Австралияда өмір сүреді. Бұл жануарлар қауіпті болуы мүмкін. Келесіде су қоректілер туралы көп қызықтар көресіңдер. Ал достарым, сау болыңыздар.